Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дамды балалардың сүйікті балмұздағы сникерс дайындайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, ал дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жер жаңғағымызды құрғақ табада осылай қуырып аламыз. Және де шоколадымызды ерітіп, оған қуырылған жер жаңғақты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып, пергамент қағазын алып, біркелкі етіп жағып шығамыз, және де тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырып қоямыз. Балмұздағымыздың заттары өте салқын болу керек. Мен кілегеймен құйылтылған сүтті 1 күн бұрын тоңазытқышқа салып, салқындатып алдым. Және де кілегейімізді 5-7 минуттай осылай миксермен қоюланғанша араластырып отыруымыз қажет. Кішкене қоюлана бастағанда біз оған қоюлатылған сүтті қосып, тағы да біркелкі болғанша 1-2 минуттай араластырып аламыз. Дайын болған массамызды контейнерге немесе өзіңіз қалаған ыдысыңызға құйып, 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Жер жаңғақ қосылған шоколадты массамызды мұздатқыштан алып, оны пышақпен ұсақтап турап аламыз. Бір сағаттан кейін балмұздағымызды алып, жаңа ұсақталған орехымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды мұздатқышқа 3-4 сағатқа немесе түнге қойып қойсаңыздар болады. Балмұздағымызды ыдыстарға салып, оны өз қалауыңызша әсемдеп ұсынсаңыз болады. Мен бетіне карамель кішкене құйып, және де сникерстің шоколадымен әсемдедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі өте дәмді болып шықты.